Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз қанға қан атты фильмге шолу жасаймыз. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. А с этим что делать будем? Это была самозащита. Разве не так? Фильмнің басында егде тартқан әйел дүкеннен тәтті ұрлаған балаға ақылын айтып жатады. Бала сатушыдан кешірім сұрап үйіне кетеді. Сол сәтте дүкенге екі тонаушы кіреді. Олар кассадан ақшаны алғаннан кейін сатушыны атып тастайды. Кемпір де шыңғырып жібергенде жарместер оны да өлтіреді. Эвелин Мерсердің жерлеу рәсіміне көп адам келеді. Олардың ішінде асырап алған балалар да бар. Оларды ендігі полиция күзетіп жүр. Үлкен ұлы баскесер Бобби Мерсердің лақап аты Мичигандық қинаушы. Ең кішісі Джек бұзақыға ұқсамағанымен тегі Мерсер еді. Джерри болса көбірек заңға бағынғыш адамға ұқсайды. Ал төртіншісі әскери адам Энджел келмеді. Эвелин балалар үйінен жүздеген баланы шығарып, оларға пана тауып берген. Олардың төртеуі өте бұзық болғандықтан жаңа отбасы таба алмаған. Сол себепті Эвелин оларды өзі асырап алған. Ағайындылар бір аймақта өскен лейтенант Гринді жақсы таниды. Бобби полицияға сенбегендіктен анасын өлтірген қаншерлердің жазасын өзі бермекші. Кейін ағайындыларға төртіншісі келіп қосылады. Оның ұшағы кешігіп қалған. Жігіттер бұрынғы бөлмелеріне орналасып, өткен шақтарын естерін алады. Қатыгез Бобби анасының бөлмесіне орналасып, көзіне жас алады. Энджел бұрынғы танысы Софиге жол тартады. Ағайындылар оның күйеуі бар болғандықтан олай жасамауға кеңес береді. Бірақ ол бауырларын тыңдамағандықтан көше бойында қызбен жартылай жалаңаш күйде бір гангстерден қашуда. Энджел қызды үйлеріне әкеледі. Ол енді осы жерде тұрмақшы. Жігіттер күресіп көңіл көтеріп жүргенде кенжесі еске алу тағамын даярлайды. Ағайындылар кезінде Эвелиннің шалпылдатпай жеп қолдарыңды үстел үстіне қоймаңдар деген ескертулерін естерін алады. Бобби астарын бітірместен қалғандарын хоккей ойнауға апарады. Олар өте дөрекі ойнағандықтан жергілікті жігіттерді соғып алады. Кейін Мерсерлер мұраны алуға келеді. Заңгер оларға әртүрлі құжаттар ұстатады. Кейбірі ата-анасы жайлы ақпарат алады. Тек Энджелге арналған ешқандай ескертулер болмайды. Ағайындылар ақшаны бөліскеннен кейін Джерри жаңа бизнес ашамын деп алған қоймаға келеді. Содан кейін сыраханаға келіп ішімдік ішеді. Оларға бармен жақындап көңіл айтқаннан кейін күш алып келе жатқан банда жайлы айтады. Энджел, Бобби және Джек асырап алған аналарын өлтірген адамды іздеумен айналыспақшы. Ал отбасылы адам Джерри үйге қайтуды ұйғарады. Қалғандары барменнен жағдайды сұрастырады. Бобби бауырының біріне тапанша, екіншісіне жанармай ұстатып, өзі мылтық алады. А мне оружие? Ты идешь с нами? Вот, дорогой. Потычешь в них этой штуковиной. Спасибо. Пожалуйста. Бұл үштік төменгі сатыдағы адамдар көңіл көтеретін жерге келеді. Олар полиция деп айқайлап топты таратып жібереді. Қалған бірнеше бұзақыларды құрбыларымен бірге тергейді. Басшысына жанармай шашып сұрақтар қояды. Ол баскетбол алаңында жүргенде қылмыскерлерді көрген. Бірақ қылмыс түнгі 11-де болған, ал алаңның жарығы 10-да өшеді. Демек жігіт ол жерде болмаған, куәгер сатылып алынған. Бірінші жоспар орындалмай, ағайындылар үйлеріне түксіз қайтады. Бобби ұрлықты тек сылтау етіп, кісі өлтірушілердің көздегені Эвелин болуы мүмкін деп күмәнданады. Азанда үштікке Джерри қосылады. Олар бірге дүкен қожайынына келіп, аналарының өлімі жазылған таспаны қарайды. Таспаны көріп, ешқандай негізсіз деп ойлайды. Олар ақшаны алған, ал кемпір олардың түрін көрмегенде. Сол себепті бұл әдейі жоспарланған. Адамдардың бірі атысты естіген, полиция онымен ұзақ сөйлескен. Ағайындылар Сафар есімді куәгердің қандай екенін біліп, жігіт үнемі жүретін баскетбол алаңына келеді. Бобби ойынды тоқтатып, ойыншының бірінің тұмсығын бұзып, тапаншасын шығарады. Баскесер анасының өлімі жайлы әңгімені қозғайды. Оны естіген жігіттің бірі қашпақ болады. Джек оның артынан қуып шығады, ал Энджел есікте күзетіп тұр. Бұл жігіт куәгер бауыры Демианға ескертпек болған. Олар жігіттің заттарын ақтарып мекен жайын анықтайды. Джерриге қыздарын биге апару үшін тағы да кетуі керек. Қалғандары Демианды көлікте күтеді. Сол арада жігіт көрінеді. Ағайындылар оның артынан келеді. Боббидің қолынан тапанша көрген жігіт қашады. Ол пәтеріне жете сала, екі итін Боббиға босатып жібереді. Энджел иттерді өрт сөндіргішпен ажыратады. Ал Демиан осындай жағдайға деп дайындап қойған арқанмен 6-шы қабаттан төмен өрбелеп, соңынан қуғандарға оқ атады. Бобби оның арқанын қиып жібереді. Биіктен төмен құлаған Демиан жедел жәрдем шақыруын сұрайды. Ағайындылар, егер есімдерді атасаң жедел жәрдем шақырамыз дейді.
Олар кеткелі жатқанда Демиан өтірік куәлік жасағаны үшін ақша берген екі адамның есімін атауға келіседі. Ағайындылар казиноға келе сала суреттеуі арқылы екі қылмыскерді бірден табады. Олардың да назары күдікті үшеуіне түсіп оқ жаудырады. Ағайындылар екеуінің соңынан көлікпен түседі. Қардың кесірінен жол дұрыс көрінбейді. Энджел жүргізушіні атқандықтан жол жиегіне шығып кетеді. Артынан Бобби көлікпен қағады, бірақ осымен бітпеді. Сол сәтте Бобби көліктерінің артынан itергенде аударылып қалады. Алдымен Бобби мен Энджел оларды соққыға жығады. Содан кейін аналарын өлтіргендей салқын қанды атып тастайды. Оқиға орнына лейтенант Грин мен детектив Фоулер келеді. Содан кейін олар Мерсерлермен жолығады. Бобби не болса да өзінің қатысы жоқ екенін айтады. Сол кезде Фоулер өлі денеден табылған оның шашын көрсетеді. Бірақ Бобби бұл ескі тәсіл екенін біледі. Оны бұлай алдай алмайсың. Грин Боббидан бірдеңке білсе айтуын сұрайды, бірақ кейіпкер үндемейді. Банданың басшысы Виктор Свит қол астындағыларды басқа қаладан киллер табудың орнына жергілікті баскесерлерді жалдағаны үшін сөгіп жатады. Бөшке Еванға тамақты еденнен жеуге мәжбүрлейді. Оның әйелі наразылығын білдіргенде күйеуінің жанына қосып қояды. Свит атқыштарды кімнің өлтіргенін анықтауды тапсырады. Ағайындылар болса оларды кім жалдағанын білгісі келеді. Софи Энджелді қалуға көндіреді. Олар жеке қалғанда аналарының сақтандыру жайлы сөйлесуге сақтандыру агенті келеді. Джерридің анасының өмірін қомақты қаражатқа сақтандырғаны анықталады. Оның бизнесі құлдырау алдында тұрғандықтан $400,000 алады. Атқыштардың пәтерінен көптеген қару табылады. Энджел Джерридің гангстерлермен байланысқа шыққанын анықтайды. Нақты кіммен екенін Мэридегі адам айталады. Ол Джерридің бизнесіне кедергі келтірген. Атқыштардан қарудан да басқа Эвелиннің суреті табылады. Суретте кемпір заңгермен кездескен. Ағайындылардың төртеуі де оның үйіне кіреді. Софи да келіп көшені басына көтеріп Энджелге айқайлай бастайды. Сол сәтте адвокат келеді. Бобби оны жерге жатқызып киімін көтеріп ішін ұра бастайды. Ер адам аналарымен тек бір рет кездестім деп өтірік айтқан. Ол кемпірмен кездесіп жүрген. Бобби оны мазақ еткені үшін кешірім сұрайды. Кейін Энджел Бобби мен Джекке төртінші бауырлары жалған сөйлеп жүргенін, оның банкрот болғанын айтады. Оған қоса оларға Дуглас есімді шенеулікпен кездесу керек. Заңгерді тергеуге лейтенант келеді. Оның сөзінше қылмыс болар күні Эвелин полицияға арыз жазған. Екі ағайынды кеңесші Дугласты көлік тұрағынан күтіп алып, Джерри байланысқан гангстер жайлы сұрастырады. Ер адам оларды елемей көлігіне мінеді. Бірақ оның ішіне жанармай шашылған. Бобби тағы төбесіне жанармай төгіп темекісін қолына ұстайды. Кеңесші бірден Виктор Свит деп айтады. Сол уақытта Джерри сақтандыру ақысын алады. Энджел оны аңдуда. Лейтенант Грин камерадағы жазбаны қарауда. Эвелин полиция бөлімшесіне келгенде ол детектив Фоулермен сөйлескен, бірақ ол бұл жайлы ештеңе айтпаған. Бобби Виктор Свиттің бұрын ағасының қол шоқпары болғанын анықтайды. Бірақ туыстарын өзенге батырып жібергеннен кейін бүткіл аймақты ұстаған. Ал Джерри бүткіл қалаға қарызға кірген. Дәл қазір ол Еванға жақындап ақша толы қапшықты ұстатады. Джерри получает крупную страховку по маминой смерти. Ағайындылар Еванға келіп қарумен қорқытып ақшаны тартып алады. Кеңесші Свитке келіп өзін полицияда Бобби Мерсерде тергегенін айтады. Свит шенеуліктің өзін ұстап бергенін түсініп балалардың жанында отыруды бұйырады. Покер ойыны кезінде ол қол астындағы адамды мазақ етіп қалыңдығын қолданып кететінін айтады. Кейін ол әйелдер мен балаларды қуып жіберіп кеңесшінің көзін құртады. Ағайындылар Джерридің жазасын беруге асығып тұрады. Ол анасының үйіне келгенде Бобби оны соққыға жығып, Эвелиннің өлімі жайлы жауап беруін талап етеді. Бірақ Джерри әйелдің өзі өмірін сақтандырғанын айтады. Ал Джерри тек ақшаны апарып жүрген. Тіпті анасының барлық қарыздарын өзі жапқан. Ол осы уақытқа дейін кемпірге қараған жалғыз адам. Свит оның бизнесін жабуға әрекет жасаған. Ал 20,000 параны ісіне кедергі келтірмес үшін берген. Олар сөйлесіп тұрғанда Джек сыртқы есікті ашқанда бетіне қар келіп тиеді. Жігіт қар атқан адамның артынан жүгіргенде бұрыла сала кенжені атады. Бірақ жігітті өлтіруге Бобби жол бермейді. Көліктен бір топ баскесерлер шығады. Кенжесінің аяғынан жаралайды. Қалған бауырлары үйге тығылады. Джек көмекке шақырғанда Мерсерлер қарсы оқ атады. 3 баскесерлер арғы өмірге аттанып кетті. Боббиді қабырғаны ату арқылы өлтірмекші. Біреуі артқы есіктен кіргенде Джерри оны пышақтап тастайды. Ал біреуін Энджел екінші қабаттан өлтіреді. Оқ біткендіктен соңғы баскесерді Бобби кірпішпен ұрып өлтіреді.
Оның өзін көлікпен қақпақ болғанда Джерри жолын кесіп үлгереді. Джек болса көп қан жоғалтып мерт болады. Бобби жүргізушіден Свиттің жібергенін біліп атып тастайды. Грин бұл жерде не болғанын сұрастырады. Лейтенант аналары баласының өмірін құртып жүрген гангстерді түрмеге жапқысы келгендіктен өлтіргенін айтады. А с этим что делать будем? Это была самозащита. Разве не так? Грин сатқын жолдасының ісін тындыру үшін келеді. Фаулердің әрбір сөзі өтірік. Грин сатқынның аяғын кит аяғымен ұрып көлігіне қайтады. Бірақ Фаулер оның артынан келіп атып тастайды. Артынша рациямен жолдасын екі қара нәсілді атып тастағанын айтады. Кейін Грин мен Джекті жерлейді. Ағайындылар полициядан енді көмек келмейтінін түсінеді. Бобби үйіне келгеніне өкіне бастайды. Ол ендігі бауырларын жоғалтқысы келмейді. Джерри Свитке жайына қалдыру үшін қомақты қаржы беруді ұсынады. Ол Эванмен кездесіп өзінің ұсынысын жолдайды. Олар 3 сағаттан кейін кездесуге келіседі. Бірақ алдымен Фаулердің көзін құртуы керек. Джерри ақшаны алып отбасын бұл аймақтан алысқа жібереді. Оның әйелі Боббиден күйеуіне қарауын сұрайды. Энджел томпақ жігітке ақша мен шоколад беріп бір нәрсе істеуін өтінеді. Жігіт Фаулердің есігін қағып шоколад сатып алуын ұсынады. Сатқын алаңдап қалғанда Энджел үйіне еніп кетеді. Ол басына қапты кигізіп сатқын заң өкілін тұншықтыра бастайды. Джерри Эванға ақшамен шығады. Көшеде оны тағы 2 гангстер күтіп тұрады. Олар оны тінтіп басшыға апарады. Энджел Фаулерді сатқын болса да өлтірмеді. Сол уақытта Софи полицияға келіп жігіті полицияны өлтіргелі жатқанын айтады. Арнайы жасақ бірден Фаулердің үйіне аттанады. Джерриді салған көлік көл ортасына келіп тоқтайды. Ол жерде кейіпкерге арнап мұзды жарып қойған. Энджел полицияға Сумрайдың жолдасын өлтіргенін айтатын жеткізеді. Олай болған күннің өзінде Мерсерге ешкім сенбейді. Бірақ Энджелде микрофон орнатылған. Олардың әңгімесін сыртта лейтенант естіп тұр. Сол сәтте Фаулер берілуді ойламай Энджелге тап береді. Кездесу орнына Свит келеді. Сейчас утопим тупицу и поедем отсюда. Гангстер көліктен түсіп қомақты ақшаны тексереді. Свит бұл 400 мың үшін ағайындылардың істегенін ұмытып кешіруім керек пе деп сұрайды. Я похоронил мать и брата. По-моему, это достаточная расплата, Вик. Бірақ Джерридің басқа ұсынысы пайда болады. Свитке ақшаны өзін қоршауға алған жолдастарына берген дұрыс. Гангстер Фаулердің өзінің артын жабатынына сенімді. Бірақ Фаулер осы уақытта Энджелді тұтқынға алады. Полиция не болып жатқанын түсінбейді. Олар оны құтқаруға келген, бірақ бұл іс түсініксіз. Ер адам атысты бастағанда оны снайпер атып түсіреді. Энджелде ешқандай микрофон болмаған. Ол Фаулерді алдап соқты. Свит адамдарының қайсының өзін өлтіруге батылы жететінін сұрайды. Сол сәтте Бобби келеді. Мерсер анасын өлтірген адамды төбелеске шақырады. Екеуі ұрысқа түсіп, Бобби Свитті нокаутқа жібереді. Бұрынғы адамдары басшыларын көтеріп, жарыққа лақтырып тастайды. Ары қарай мерсерлерді полиция сұрақтың астына алады. Бірақ олар ештеңке айтпайды. Әйелдері күйеулеріне кепіл төлеп шығарады. Нельзя плохо говорить о чужой маме. Он же о моей говорил? С подробностями рассказал? Конечно. Ағайындылар үйді қалпына келтірумен айналысады. Жергілікті балалар Эвелиннің қайтып келмейтініне қапалы болады. Ал Боббидің көзіне тағы анасы елестейді. Осылай фильм аяқталады. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.